Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа супер оңай дайындалатын идеямен бөлісетін боламын. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Бұл таңғы асты дайындауға бізге керекті ингредиенттер: 100 грамм ірімшік керек болады, 4 дана сосиска керек болады және 1 лаваш. Осы құрамнан қазір достар күшті таңғы ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен ірімшігімізді үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. 1 штук лавашымызды дәл ортасынан 2-ке және оны тағы 2-ке бөліп 4 бөлік етіп дайындап аламыз. Лаваштың ортасына сырымызды саламыз, үстінен сосискамызды саламыз және осы видеода көрсетілгендей етіп бүктеп аламыз. Лаваштың ішіндегілер шығып кетпес үшін және ауа қалып кетпес үшін лавашты тығыздап бүктеу керек. 4 лавашымыздың бәріне осылай сырымызды салып, ортасына сосискамызды салып, бүктеп дайындап аламыз. Мендегі сосиска өте қалың болғандықтан мен ортасынан 2-ке бөлдім. Егер сіздердің сосискаларыңыз жіңішке болатын болса, 1 бүтін сосисканы қолдана беріңіздер. Осылай барлығын дайындап алдық, енді қуыратын боламыз. Табамызға 2 ас қасық сұйық май құйып, барлық лаваштарымызды жайғастырып аламыз. Bir жақ беті қызарып шыққаннан кейін аударып, екінші жағын қызартып алуымыз керек болады. Майға жақсылап қуырып алсаңыздар, осындай әдемі қып-қызыл болып шығатын болады достар. Міне әп-сәтте менің лаваштарым дайын болды. Қараңыздар, қандай тәбет ашатын әдемі болып, қып-қызыл болып шықты. Таңғы асқа ең оңай және өте дәмді идеямен сіздермен бөлістім достар. Рецепт ұнап жатса, осы видеоға лайк қойып, каналымызға жазылып кетіңіздер. Басқа да рецепттермен танысқыларыңыз келсе, каналымызға өтіп, басқа видеоларымызды қарап шықсаңыздар болады. Ал бәрімізге ас болсын.